Саламатсызба балалар, менің атым Ғабит Мамаевич. Бүгін сіздермен нейрондық желілерді жіктеу деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Мен өткен сабақта түсіндіріп берген болатынмын, нейрондық желілер қалай жұмыс істейді, және простой примерлер көрсеткен болатынмын. Бізде тағы сұрақтар қалып қойған болатын да, көп қабатты нейрондық жүйе и бір қабатты бір бағытты нейрондық жүйе. Қазір мен осыны түсіндіріп өтемін. Одан кейін біз сол есеп шығарған бір қабатты нейрондық желіге шығарған болатынбыз есепті. Соны біз нақты ары қарай түсіндіруге тырысамын. Көп қабатты нейрондық жүйе және бір қабатты нейрондық жүйе қалай деп түсінетін болсақ, бір қабаттық нейрондық жүйе ол тек қана бір салада жұмыс істейді. Бір сала болғанда тек қана музыка өңдейді. Осындай платформалар бар. Суно, тағы бірдеңе, сондай платформалар, сондай нейросеттер, олар тек қана музыка ғана жасайды. Одан кейін және де Леонардо деген бар, фотошоптың несі бар, тоже нелер бар. Қазір искусственный интеллект болып шыққан, нейросет болып шыққан. Солар тек қана сурет қана жасай алады. Соны біз сурет қана жасай алады, және видео жасайтындар да отдельно нелер бар, жаңағыдай нейросеттер бар. Соларды бір қабатты нейросет деп айтамыз. Өйткені не үшін бір қабатты? Өйткені олар тек қана бір, мысалға, тек сурет болса суретті жасайды, тек видео болса видеоны ғана жасайды, и все. Одан кейін көп қабаттық нейрожүйені да, болмаса многослойный нейросеть да. Вот. Многослойный нейросеть, көп қабатты нейросеть, ол қалай жұмыс істейді? Оларда кері байланыс болады. Оларда өзі де атап тұрғандай көп бағытта. То есть ол суретті де жасайды, текстті де өңдейді, және видеоны да жасап береді, генерациялайды. Вот, сол бізде көп бағытты или көп қабатты нейросет деп аталады. Көп бағытты нейросет ол мысалға кірген информация кіреді, өңделеді, одан кейін екінші қабатқа өтеді, өңделеді, үшінші қабатқа өтеді, өңделеді, болмаса кері қайтады, кері қайтып, қайттан үшінші қабатқа қайтып келеді, сөйтіп әбден өңделіп, мысалға біздің бір не берсек, запрос берсек, тура сол біздің немізді, тура жүзімізді солай өзгеріссіз қалдыруға тырысады. Өзгеріссіз қалдырып, тек қана денемізді, мысалы, сол жазылған промпт дейді, промпт арқылы солар нені жаңағыдай сол бойынша жасайды. Промпт ол текст қой, қазақша қалай айтылатынын білмеймін. Сол мысалға промптты жақсылап жазсақ, біз немді көргіміз келеді. Мен мысалға осындай суреттерді жасағанды жақсы көремін, өзіме ұнайды. Мен өзімнің суреттерімді осылай көп жасағам, сол кейін оны бөлек видео қылып түсіретін боламын, сіздерге үйрететін боламын. Біздер сол қазір тек қана бір қабатты, бір бағыттағы нейросетті үйренеміз. Өткені біз өткенде сол бойынша есеп шығарған болатынбыз, және де сол бойынша қазір нейросетті көрсетемін. Нейросеттің аты Суно, ол бізге өлеңдер шығарып береді. Мысалға, не үшін бұл Суноны алдым? Өйткені Суно бізге мысалға, кәдімгі Абайдың қара сөздері бар, Ыбырай Алтынсариннің сөздері бар, Мұқағали Мақатаевтың мысалы өлеңдері бар да. Солардың бәрін мысалға сол неге жазып, жаңа Суноға салып, программаға сол кезде біз ары қарай оны как өлең ретінде шығарып болады. Қазақтың национальный несінде, мысалы, қазақтың ұлттық аспаптарымен де шығарып болады. Тағы басқа, мен соны қазір қалай сіздерге жасайтынын көрсетемін. Неге бұл керек деп ойлаймын? Болашақта мысалға сіздер бір выступление болады да, мысалға, или бір жаңағыдай презентация жасайсыздар, Абай туралы презентация жасасаңыздар, или жаңағы Ыбырай Алтынсарин туралы презентация жасасаңыздар, и соңында соны мысалға, или басында, мысалға да, презентацияның басында, или жаңағыдай сіздер мысалға бірдеңе выступать етесіздер, сол кезде мысалға басында как өлең ретінде, вот мен Абайдың өлеңінен искусственный интеллектті қолдана отырып, осындай өлең жасадым деген, мысалға өздеріңізге керек болады деп ойлаймын. Қазір соны мен сіздерге көрсетейін. Так, міне біз қазір мен неге кірдім, интернетке кірдім да, мен осындай презентация жасадым. Сол презентацияның мысалға ең соңына презентацияның, бұны гаммамен, бұны кейінгі сабақтарда түсіндіретін боламын. Осының ең соңына мен как өлеңді мына жеріне қойдым.
қазір мына жерде өлең ашылады. Сол өлеңді басқан кезде біздің сол Абайдың өлеңіне тура өлең жасап бере алады. Бұл бұл жерде қалай қою керек, бәрін кейінгі неде көрсетіп беремін. Вот, енді біз сол Суноға оралайық. Суно деген бізде арнайы өлең жасайтын платформа. Сол жерде біздер қазір мына көріп тұрған болсаңыздар, бізде осы Суно қалай жұмыс істейтінін, Суномен қалай жұмыс істейтінін мен көрсетіп беремін. Бірақ мен сіздерге айтайын, ең бірінші сіздерге айтарым, өздеріңіздің аккаунт емес, любой аккаунтпен кіруге болады. Бірақ мен сіздерге как совет ретінде, как не ретінде екі аккаунт создавать еткеніңіз дұрыс болады. Өздеріңіздің қолданып жүрген телефондағы аккаунтты ол основной қылып қалдырып, ал екінші аккаунтты осындай нейросеттерге, нейрожелілерге қолданып жүруге создавать етсеңіздер болады. Өйткені ол сіздердің өздеріңіздің безопасностьыңызға, өйткені қазір не көп, мошенниктер өте көп. Ол үшін екінші аккаунтты создавать етіп, сол кейінгі нелердің бәріне осындай видеоларға, осындай видео жасайтын нейросеттерге, аудио жасайтын нейросеттерге және ChatGPT-ларға сол екінші аккаунтты қолдансаңыздар негізі тиімді болады. Мен өзім солай қолданамын. Мен өзім екі-үш аккаунтты ашып алдым. Сол екі-үш аккаунттың біреуі основной, мысалы өзімде телефонда нелерде қолданылады. Қалған екі аккаунт бөлек, оларда осындай бөліп нейросеттерге қолданамын. Вот. Енді Суноға келсек, мысалы Сунода мына жерде ең бірінші олар требуется, то есть регистрация требует етеді. Регистрация жасаймыз да, сол кезде мысалы менің аккаунтым кіріп тұр. Габашир, осы аккаунтты көрсеттім. Мына жерде профильді көруге болады. Өзім профилімді. Одан кейін пока профилім, вот міне профилім, осы аккаунтпен, мен екінші аккаунтпен. И осы неге кірдім. Мына жерде мен не жасаған, қандай өлең жасағандарымды көрсетіп қойыпты. Осында кірген кезде соныға қайтып басамыз. Мына үйге басамыз. Болмаса мына жерде get, create деп тұр, create your song. Қазір менде қатып қалды. Так. Вот create'ке басамыз. Create'ке басқан кезде create деген ол генерациялау, то есть бізде музыканы жасау да. Осы жерге басқан кезде бізде мына жерде күніге примерно 50 кредит не береді, постоянныға беріп тұрады. 50 өлең шығаруға бізге күніге, то есть олар өздері кредит беріп отырады. Болмаса басқаша қалай айтушы еді, ұмытып қалдым. Негізі кредит или болмаса өзі бір шағын ғана не беріп отырады, бесплатно тегін анадай нейросеттер. Сол жерде мысалы қазір мына қолданып жасасаңыздар, ертесіне тағы 50 болып толып тұрады. Мына жерге lyrics деген жерге жаңағы сіздің текстіңізді жазасыз. Текст мысалға Абайдың қара өлең, мен қай жерге кетті, мен не помню. Жоғарыда, кажется. Мына ChatGPT-де мен енді қазақ тіл пәнінің мұғалімі емеспін, сол үшін мен осы жерде міне Мұхтар Шахановтың мен іздедімді, қай нені алсам екен деп. Сол кезде мысалы Мұхтар Шахановтың мына өлеңін алсақ, ана жерге жаңа копировать етіп аламыз да, копировать етіп, сол Абай жаңа неге Суноға мына жерге қоя саламыз. Мына жерге вставить. Ctrl-V, Ctrl-C болмаса пасте, вот, вставить. Көрдіңіз бе? Уже бізде пайда болды. И және біздер мына жерде стайл деген бар. Стайлда біз көріп отырғанымыздай, сол жерде біздер любой стильді таңдаймыз. Мысалға, стиль бұл біздерде қазақтың, егер қазақша таңдағымыз келсе, қазақтың мысалға национал инструменті деп жазсақ, мына жерге казак. То есть на английском казак. То есть казак инструментал деп жазасыз, и ары қарай тағы мысалға или болмаса домбыра деп көрсетесіз. Домбыра, астында мына жерде нелер бар, кішкене мысалы low voice деген, медленный неді, голос деген, сол сияқты мына жерден таңдай саламыз. 90-шы жылдарға тағы бірдеңелер таңдаймыз, мына жерде латинский тағы мынандайлерді таңдасақ, әдемілеп өздеріңізге шығарып береді. Бұны негізі эксперимент жасап, бір 3-4 өлең эксперимент жасаңыздар, өздеріңіз түсініп аласыздар. Одан кейін ары қарай мына уже бәрін мына жерге қойғанда, мыналарға уже тиісіп келудің қажеті жоқ, advanced options.
бұл жерде жаңа екі жағының несі бар, 50-50%-тен оның тиісуінің қажеті жоқ. И мына My Workspace ол сақтайтын жер қай жерде? Бұл уже мына жерде тұрыпты, сіздің Workspace. Бұны да тиісудің қажеті жоқ. И сосын мына Grade-ке басамыз, ол генерация жасайды. То есть генерация жасайды да, и бізге өлең шығарып береді. Мен мына Абайдың өлеңін таңдадым, ғылым таппай мақтанба. Басайын, қазір қандай өлең шығатынын көрдіңіз бе? Мына жерде оң жағыңызда сіздердің уже ненің жаңағы жазылған тақырып жаңағы өлеңнің тексті мына жерде. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмаланып. Еркек шығады. Неге? Өйткені мына жерден біздер персона деген жерде жоқ, бұл платный, осы жерде бір жерде екі голос таңдауға болады. Так, вокал гендер, вот male 50, male бұл әйел, мынау male еркек, мынау әйел. Көрдіңіз бе? 50-50 екеуі де. Негізі солай қалдырып берген дұрыс болады. Егер таза еркек қалдырамыз десеңіздер, male-ға ғана қоясыздар, сонда тек еркектің өлеңдері ғана шығады. То есть ер адам өлең айтып береді. Егер female қойсаңыздар, тек әйел адамдар сіздерге өлең айтып береді. И мына жерде олар менде Орын таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен ғашық бол, бес нәрсеге асық болады. И бұны және қалай сақтау керек? Сақтаған кезде мынаның үстіне барамыз. Мысалға бір өлеңнің үстіне барған кезде оң жағын басамыз да, оң жағын басқан кезде download тұр ғой. Сол downloadтан mp3-ді или WAV-ды таңдаймыз. Ең популярный ол бізде кеңінен тараған ол mp3. Өйткені барлық неде, барлық платформада, барлық устройствода ол мысалға телефонда, аудио, компьютерде барлық жерде ол осы формат тыңдала береді. Егер WAV аудиоды алсаңыздар, кейбір телефондарда, кейбір компьютерлерде ол ойнамайды. Өйткені ондай форматты көп нелерде тыңдамайды. Лучше mp3 ала берген дұрыс, өйткені ол универсальный. Сол mp3-ге басамыз да, сол кезде сізге загрузка мына неге папкаға түседі, мына жаққа түседі. Міне сол загрузканы сіз алып тыңдай саласыздар. Және мен бұл жерде қазір домбыра жайлы көрсетейін. Кеше бір сол Аланда ойнап шулап жүр, аланаға бет қызы бәрін бұлдырып жүр. Жұқа шашын желіп алап өтеді, күлкісі көктем секілді. Баян айтса тыныш бол, ол болса құтырып тағы да сол. Жүрегі таза, мінезі тентек, бірақ бәрі оны жақсы көрмек. Міне осындай тағы осы жерде мынандай өлеңдер бар. Ашын жылып алып өтеді. Жүр, аланаға бет қызы бәрін бұлдырып жүр. Жұқа шашы жылып алып өтеді. Аланаға бет қызы бәрін бұлдырып жүр. Жұқа шашын жылып алып өтеді, күлкісі көктем секілді. Баян айтса тыныш бол, ол болса құтырып тағы да сол. Жүрегі таза, мінезі тентек. Міне осымен түк те қиыны жоқ. Осы мысалға мына жерден сақтап аламыз. Міне download тағы бір көрсетейін, mp3 аудио. И сонымен жүктеп любой жерге, любой презентацияға неге қолдана беруіңізге болады. Ол жайлы бөлек түсіретін боламын, гамма жайында бөлек түсіретін боламын. Еще жаңағы мен осындай суреттер жасадым, сол суреттерді видеоға айналдыру, осы жайларында тағы көптеген видеолар түсіретін боламын. Егер маған видеоларым осындай ұнаған болса, астына комментарий қалдырыңыздар және жазыңыздар. Мен сіздерге барлығын көрсетіп беретін боламын, түсіндіріп көрсетіп сол жайлы түсіндіріп беретін боламын. Енді сіздерге ары қарай задание ол сіздерге
мықты біздің қазақтың тұлғаларын алып, сол тұлғалардың өлеңдерін алып, мысалы Ыбырай Алтынсарин бар, Мұхтар Шаханов бар, Мұқағали Мақатаев бар, соларды алып, сіздер солардың өлеңдерін, жазбаша өлеңдерін алып, соны жаңағы мынандай дауысты өлеңге аударуыңызға, сол сіздердің заданияларыңыз. Бір 3-4 өлең аударсаңыздар, маған комментарийға жіберсеңіздер, мен қуана тыңдар едім. Және егер сіздер сол нені жіберсеңіздер, мен сіздердің өлеңдеріңізді алып, мықты өлеңдеріңізді алып, сол өлеңді жаңағыдай суреттерге қосып, әдемілеп, видео жасап, бірге сондай нені үйренеміз. Егер ары қарай ұнап жатса, тағы да комментарий жазыңыздар, ұнап жатыр, тағы да түсіріңіздер. Егер мысалға не алатын болсаңыз, мен ары қарай видео жасауды, картинка жасауды, генерация картинка бәрін осылай түсіндіріп беретін боламын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.